Пікірлер легіне берейікші. Бер. Кім не деп жатыр, айт? Бейбітовна есімді оқырман, мен биыл 22-ге толамын дейді. 21-ге толғанда сезіндім үлкейгенімді дейді. 20-ға дейін басқа сезім екен дейді. Шынымен айтып жатады ғой, 20 жастан кейін уақыт тез өтіп кетеді деп. Дұрыс айтады. Қазір оның себебін Табырхат мына толықтыра түсетін сияқты. Нағима ханым Әлімтау ауылынан хабарласып тұр екен. Қайырлы таң дейді. Жастық шақ мүмкіндіктерге толы уақыт. Жас кезде жалындаған жастық жігер күш қуаттасып, тауды да, тасты да жаратын уақыт қой. Қандай ғажап. Ағылшын жазушысы айтқан екен, жастық шақ әсем зат. Оны жастардың оңды солды шашуы қылмыс деу арқылы жастық шақтың маңыздылығын айтқан. Сондықтан жастарға сол уақыттағы күш жігеріңді білімге, жақсы өнерді үйренуге жұмсаңдар деп ақыл айтам дейді. Міне, керемет, шын мәнісінде бізде Әлімтау ауылынан хабарласқан Нағима ханым хабарласқан екен. Осындайда Абайдың мына бір өлең есіме түседі. Білесің бе? Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос, қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші ет дос қортақ. Үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті ау құрғырлар. Енді асықпай, оянып, керіліп жатқан оқырмандарға таң арайлы болсын дейміз. Эфирде таңғы хабар. Сіздермен бүгін біз тікелей байланыстамыз. Бүгінгі күннің басты сауалын қойдық. Эфирдің басында 18 бен 25 қайтып келеме. Олай болса, біз дәл қазір марапаттайық. Сосын тағы бір қонағымыз келіп отыр. Әншіні ортаға шақыруымыз керек. Сондықтан дәл қазір кімді марапаттайсың? Айтшы, кімге береміз? Сонымен ең үздік пікір кімдікі? Жаңа Әлімтаудан хабарласқан Нағима есімді біздің көрерменімізге осындай сыйлықты марапаттаймыз, осындай сыйлықты сыйлаймыз. Пікіріңіз өте ұтымды, ұтқыр, ерекше болды, есте қалды. Сондықтан мына сыйлық сізге. Бәрекелді, Әлімтау ауылындағы тұрғын біздің көрерменіміз Нағима ханымды термоспен марапаттаймыз. Құттықтаймыз!